Барша мұсылман қауымы үшін Мәулет мерекесін тойлаудың маңызы зор. Біздің елімізде де сүйікті пайғамбарымыздың туған айы желтоқсанның 23-нен 24-не қараған түннен бері тойланып келеді. Теміртау қаласының мұсылмандар қауымы да осы мерекені қаланың мәдениет сарайында салтанатты жағдайда атап өтті. Бұл Мәулет мерекесін атап өтілудегі маңызы зор, себебі пайғамбарымыздан алатын үлгі өнеге өте көп. Бұны Құран-ы Каримде Алла Субханала тағала ескерткен, сіздер үшін пайғамбардың бойында алатын үлгі өнеге өте көп деп ескерткен. Сондықтан пайғамбарымыздың жұмсақтылығын, пайғамбарымыздың биязылығын, пайғамбарымыздың әділдігін, пайғамбарымыздың жақсы өсиеттерін, іс-әрекеттерін күллі мұсылмандарға үлгі етіп көрсету, соны насихаттау біздер үшін үлкен жұмыс деп есептейміз. Бүгінгі мақсатымыз Мәулітті тойлатудағы осы жастар үшін жалпы өнеге, тәлім, тәрбие болып есептелінеді. Біздің қаламызда да соңғы жылдары Мәулет мерекесі салтанатты түрде аталып өтіледі. Биылда теміртаулықтар осы мерекеге кәрі жасы көп жиналды. Ақ түтек боранға қарамастан тәрбиелігі мәні зор шараға ақ жаулықты аналар да ақсақалдарымызбен бірге бала шағаларын ала келген жамағаттар көп болды. Я Раббым Алла, бүгінгі мынау Мәулет мерекесін көргенімізге Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Мәулет мерекесі құтты болсын, ел іргесі аман болсын, айналайындар. Көпке жақсылық берсін, халқымызға қанағат берсін, жастарымыздың жүрегіне имандылық. Осы Мәулет айында естіген білгендерін Алла жүректеріне жұмсауына, Алла жүректеріне түйілуіне нәсіп айласын. Барша осында келген мұсылман қауымды Мәулет мерекесімен құттықтаймын. Келесі жылғы Мәулет мерекесін ел аман, жұрт тыныш боп, аман есен көрулеріңе Алла тілектеспін қарағым. Мәулет мерекесі құтты болсын. Қаланың мәдениет сарайында өткен Мәулет мерекесі ұлық пайғамбар жайлы бейнефильм көрсетіліммен ашылды. Мұнан әрі қасиетті Құран аяттары оқылып, Мәулет мерекесі ақ жаулықты аналардың шашуымен жалғасты. Мәулет айы құтты болсын ағайын, шашу! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Егемендігіміз бәрі тәуелсіздігіміз тұрақты болып, бейбітшілік аспанда көк байрағымыз желбірей берсін. Калимаға тілін келтірген момын мұсылмандардың санын арта беруін Алла тағала нәсіп етсін. Егемен еліміздің еңсесі биік болсын. Мәулет мерекелеріңіз құтты да берекелі болсын ағайын. Шашудан қалуымыздар. Атасал дәстүріміз жасасын. Қазақ елі, қазақ Салтанатты шараға Қазақстан діни басқармасы Қарағанды облысы бойынша өкіл имам Өмірзақ Қажы Қаскенұлы, Теміртау қаласы әкімінің орынбасары Ғалымжан Спабеков пен облыс аудан қалаларының имамдары да қатысты. Құрметті Теміртау қаласының мұсылмандары, сіздерді қасиетті Мәулет мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мәулет бүкіл әлем ынтыға күткен Алланың сүйген құлы, мұсылмандарға жіберген елшісі және соңғы пайғамбарымыз, адамзаттың мақтанышы, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге есігі ашқан күні. Ислам мейрамдары діни бауырларымызға ғана емес, сондай-ақ барша адамзатты достыққа, өзара сыйластық пен құрметке бастайтын ерекше мереке. Әлемнің көптеген елдері пайғамбарымыздың туған күнін атап өтіп, салауаттар айтуда. Бұл дәстүр қазақ елінде дамып келеді. Мәулет жалпы халықтық мереке дәрежесіне көтерілді. Мәулет туған күн деген мағына береді. Сүйікті пайғамбарымыздың туылған күніне арналған салтанатты шарада жиналғандарға пайғамбарымыз жайлы бейнефильм көрсетумен бірге салауаттар айтылды. Бүгін міне біз асыл дініміздің ардақтысы, осы дінімізді өзінің үмітіне өсиет қалдырып кеткен пайғамбарымыздың туылған күнін біз қуанышпен атап өтіп жатырмыз. Бұл үлкен бір исламның өзінің өміріндегі бір үлкен игі шара. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі тірі кезінде осы пайғамбарымызға ақындар, сол заманның шайырлары, поэмаларын арнап, пайғамбарымызға сондай өлеңдер, жырлар арнаған. Ал енді біз сол кісі қаншама ғасыр өтсе де, сол кісінің артынан біз салауаттар айтып, пайғамбарымыздың шафағатынан үміт қылып жатырмыз.
сол пайғамбарымыздың үмметінің бірі болуға біз сонда үлкен өзіміздің өмірімізді бағыштап жатырмыз. Алла Тағала сіздердің осы қасиетті ізгі діннің өкілі болғандарыңызға Алла Тағала сіздерге берекелі қылсын. Теміртау қаласы орталық мұсылмандар мешітінің қызметкерлері Мәуліт мерекесіне мазмұнды бағдарлама әзірлепті. Сүйікті пайғамбарымызға арнап салауаттар айтып, сахнада діни әндер орындалды. Тағылымдық мәні зор көріністер көрсетілді. Тіпті сахнаға шығып, Алланың 99 аты ән нақышына келтіре орындаған апалы сіңлі кішкентай өнерпаздар Жанат пен Зухраның өнерінің көпшілік тәнті болды. Осыдан бір ай бұрын орталық мұсылмандар мешітінің имамдары шығармашылық байқау жариялаған болатын. Салтанатты шарада сол байқаудың қорытындысы шығарылып, ұлық пайғамбар жайлы шығарма жазып, өлең жазып, байқаудың жеңімпазы аталғандарға мешіт имамдары әзірлеген сыйлықтар табыс етілді. Менің сүйікті пайғамбарым атты шығармашылық бәйгеден марапаттаймыз. Түметқан Ерболат бауырымыз сондай бір маңызы зор үлкен шығарма жазып әкеліп тапсырған болатын. Түметқан Ерболат бауырымызды марапаттаймыз. Бар ма? Сонымен қатар ұйымдастырушылар Мәуліт мерекесіне қатысып, сахнада өнер көрсеткен өнерпаздардың барлығын назардан тыс қалдырмады. Барлығына естелік сыйлықтарын табыс етті. Өйткені Мәуліт мерекесінде мұсылмандар бір-бірін құттықтап, сыйлықтар табыс ету қалыптасқан дәстүрдің бірі саналады.